Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен Қазақстан мен Ауғанстанның арасындағы 2 және 4 тамыз аралығында өтіп жатқан форумға байланысты қысқаша ақпарат беруді жөн көріп отырмын. Күні кеше, яғни 2 тамыз күні Ауғанстаннан Қазақстанға 210 адам отырған ұшақ келіп қонды. Ауғанстандық делегацияны сөзсіз тәліптердің өкілдері бастап келгені анық, себебі 2021 жылы 15 тамызда Талибан Ауғанстандағы билікті толық басып алған болады. Міне, биыл 2 жылға жуықтады. Осы аралықта Талибан Ауғанстанның барлық аймағындағы билікті өз қолына алып, қазіргі уақытта халықаралық лаңкес ұйымы деп саналса да, Ауғанстандағы билікті толыққанды өз қолына алды. Талибан Қазақстанда да лаңкес ұйым деп танылған. Бұл ұйым жоғары соттың шешімі бойынша дәл осындай статусқа ие болған болатын, бірақ соған қарамастан Қазақстан билігі талиптермен қазіргі уақытта қарым-қатынасты дамытуға және одан ары қарай жылжытуға мүдделі екені бүгінгі форум көрсетіп отырған сияқты. Астанада 2 және 4 тамыз аралығында форум өтіп жатыр. Бұл форумда экономикалық мәселелер талқыланады. Енді Қазақстанға Ауғанстан қажет па? Жалпы талип билігімен біз үшін байланыс орнатудың қандай қажеттілігі бар? Ол біздің мүддемізге қарама-қайшы келмей ме деген сұрақ туындайды. Эмоционалдық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, расымен де талиптермен байланыс жүргізу ол бір логикаға сәйкес емес сияқты көрінеді, себебі Талибан халықаралық деңгейде де біздің заңнамамызда да лаңкестік ұйым деп табылған. Яғни лаңкестермен қандай келіссөз жүру мүмкін деген сұрақ әрбір азаматтың, әрбір жанның кәлласында туындайтыны түсінікті. Бірақ соған қарамастан қазіргі уақытта біз Талибанмен қарым-қатынас ұстауға және қарым-қатынасты дамытуға мәжбүрміз деп айтсақ та болады. Оның бірнеше аспектісі бар, оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, экономикалық тұрғыдан алып қараған кезде Ауғанстан Қазақстан үшін астық және ұн сататын нарық болып саналады. Ауғанстанда қазіргі уақытта 38-40 миллионға жуық адам. Неге миллионға жуық адам деп айтамыз? Нақты цифрын айтпай, себебі Ауғанстанда халық санағын жүргізу өте қиын. Соңғы 30 жылдың ішінде түрлі ұрыс қимылдарына байланысты биліктің біресе лаңкестердің қолына өтуі, біресе оны халықаралық коалиция әскері басқаруы, біресе уақытша үкіметтің басқаруы Ауғанстан аймағында халық санағын жүргізуге мүмкіндік бермеді. Нәтижесінде қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда 38-40 миллионға жуық адам бар деп осындай сандарды көрсетеді. Яғни 38 миллионға жуық нарық бар деген сөз, 38 миллионға жуық ауыз бар деген сөз. Дәл осындай халыққа біз астық және ұн сатудан көшбасшы саналамыз. Ауғанстан Қазақстанның нарығынан 70%-ға жуық ұнды өзінің ішіндегі Қазақстаннан сатып алады екен. Бұл бір. Яғни экономикалық тұрғыдан алып қараған кезде біз Ауғанстанды бір нарық ретінде қарастырамыз. Екінші мәселе, Ауғанстан да соңғы уақытта бізге өз өнімін сатуға тырысып жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Соңғы уақытта дүкендерде қаптап кеткен жаңағы Ауғанстанда шығарылды деген мынандай шырындар, ауған қазаны және тағы да басқа кілем өнімдері, тағы да басқаларды айтсақ болады. Әрине көптеген өнімдер Ауғанстанда жасалған деген маркамен белгіленіп, бірақ Қытайда жасалатыны анық. Бірақ соған қарамастан біздің нарыққа Ауғанстанда жасалған өнімдер де ақырындап аздап кіріп келе жатыр. Дегенмен тауар қатынасында Қазақстан ұтып келе жатыр. Яғни екі елдің тауар айналымына назар аударатын болсақ, Қазақстан Ауғанстанға 95%-ға жуық барлық сауда түсірілімінің 95%-ға жуығы ол Қазақстанға тиесілі екен. Осының өзі Ауғанстанды біз бір нарық ретінде қарастыратынымызды көрсетсе керек. Екінші мәселе ол Ауғанстан транзит жолы. Яғни Ауғанстан арқылы біз Пәкістанға шығуымызға болады. Ал Пәкістан әлемдегі ең ірі нарықтардың бірі саналады. Пәкістанның халқы 220 миллионға жуық. Және Қазақстаннан Пәкістан шикізат өнімдері, мұнай өнімдері, астық, ұн, ет өнімдерін сатып алушы мемлекеттің бірі саналады. Сондықтан Пәкістанға Ауғанстан арқылы шығуға болады. Қазіргі уақытта Пәкістанға Ауғанстан арқылы шығатын екі жол бар. Біріншісі ол Өзбекстан, Ауғанстан, Пәкістан жолы, екіншісі Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан жолы. Әрине, бұл нарыққа шығу үшін де Ауғанстанда тұрақтылық болғаны маңызды, себебі Ауғанстан жерінде тұрақтылық болмаса, ендеше транзиттік бағытты басқа мемлекет арқылы жүзеге асыруға тура келеді. Үшінші мәселе ол Ауғанстан жерінде тұрақтылық болмайтын болса, Ауғанстан халқы аштықты сезетін болса, қазіргі уақыттың өзінде Ауғанстанда астық, ұн жетіспейді. Бұл тапшылық арта беретін болса, ендеше Ауғанстан халқы босып кетеді. Оның дәстүрлі үш бағыты бар деп айтсақ болады. Біріншісі ол Пәкістан. Қазіргі кездің өзінде Пәкістанда
ауғанстандық 2,5 миллионға жуық босқын бар. Екіншісі ол Иранның жерінде Ауғанстаннан келген 2,2-2,5 миллионға жуық босқын бар. Және үшінші бағыт ол Орталық Азия. Орталық Азия Ауғанстанмен шектесіп жатқандықтан Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан жерлеріне ауған босқындар мыңдап ағылуы мүмкін. 2021 жылы талиптер билікті басып алған сәтте Ауғанстаннан Тәжікстан жеріне 10 мыңға жуық босқын келген болатын. Қазіргі уақытта олар Ауғанстан-Тәжікстан шекарасындағы босқындар лагерінде тұрып жатыр. Егер Ауғанстанда ашаршылық, астық тапшылығы күшейетін болса, ендеше 38 миллион халықтың бірнеше миллионы Орталық Азияға өтіп кетуі мүмкін дегенде болжамдар айтылады. Ондай жағдайда Орталық Азияның тұрақтылығына үлкен қауіп төнеді. Себебі босқындармен бірге лаңкестік көзқарастағы Аль-Каида, Даиш, Өзбекстан ислам қозғалысы сынды түрлі террорлық топтар бері қарай ығысып өтіп, олар Орталық Азияның тұрақтылығына кері әсер ететіні түсінікті. Сондықтан да Ауғанстанға тұрақтылықты арттыру үшін Ауғанстанда азық-түлік тапшылығын азайтуға барлық әлем елдері мүдделі болып отыр, оның ішінде Қазақстан да бар. Тағы бір үлкен мәселе талқылануға тиіс, ол Орталық Азиядағы су тапшылығы мәселесі. Ауғанстаннан Орталық Азияға ең ірі өзеннің бірі болып саналатын Әмудария ағып кіреді. Соңғы уақытта Ауғанстан Әмударияның бойында үлкен су бөгетін салып жатыр. Ол Күштепа деп аталады. Дәл осы бөгеттің құрылысы аяқталған кезде Әмударияның суы яғни 30%-ға жуық азаяды. Сондықтан бұл Күштепа бөгетін толыққанды салмауға байланысты қазіргі уақытта Өзбекстан мен Түркменстан, Ауғанстанмен келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл келіссөздерге алдағы уақытта Қазақстан да қосылуға ниет білдіруде. Себебі Әмударияның суы Аралға келіп құятын білесіздер. Соңғы жылдары тіпті Аралға да жетпей қалды Әмударияның суы. Жыл сайын ауыл шаруашылығына Өзбекстан кеңінен пайдаланып келе жатыр. Ауғанстан жерінде де ол су бөгеттерінің салынуына байланысты Әмударияның суы сарқыла түсуде. Сондықтан егер Әмударияның су көзі азаятын болса, ендеше Орталық Азиядағы су тапшылығы күшейеді. Салдарынан Орталық Азияда Ауғанстанмен суға байланысты қарулы қақтығыс туындауы әбден мүмкін. Қазірдің өзінде ондай көріністер бар. Мысалы, Ауғанстан мен Иранның арасында жақын аралықта Гильмент өзені үшін қарулы қақтығыс болған, өздеріңіз білесіздер. Оның бірден бір себебі Гильмент өзенінің бойында яғни Ауғанстанды басып алған талиптер билігі су бөгетін салып жатыр. Міне дәл осындай сценарий Әмударияның ауғанстандық бөлігінде де жүзеге асып жатыр. Иранмен болған қақтығыс сияқты қарулы қақтығыс Орталық Азияда Ауғанстанмен болмау үшін қазірдің өзінде су мәселесін шешуге, реттеуге тараптар келіссөздер жүргізуге мүдделі болып отыр. Тағы бір айтылатын дүние ол Ауғанстанның радикалданып кетпеу мәселесі. Жабық қоғам тез радикалданатыны, кедей қоғам тез радикалданатыны белгілі. Ауғанстанды оқшалай беру, әлемдік саясаттан және аймақтық саясаттан оны ығыстыра беру Ауғанстан қоғамының жабық саясат ұстануына және іштей радикалданып кетуіне әсер етеді. Ауғанстан онсыз да әлемдегі ең қатты радикалданған мемлекет саналады. 38 миллионға жуық халық тұтастай радикалданған кезде ол радикализация процесін сыртқа экспорттай бастайды. Яғни Орталық Азияға өзінің лаңкестік идеяларын, тағы да басқа көзқарастарын шығаруы әбден мүмкін. Сондықтан Ауғанстанның ішіндегі радикалдану процесін азайту үшін оның әлемдік қауымдастықпен және аймақтық мемлекеттермен қарым-қатынас ұстауы да маңызды болып отыр. Және бүгінгідей форумдар, мемлекеттермен арасындағы байланыстар оның радикалданып кетпеуіне және Ауғанстан қоғамында қандай да бір инклюзивті үкімет құруға, талпыныстар жасауға әсер етуі мүмкін. Талиптар басып алған билікке азаматтардың көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін, ықтимал. Оны біреулер Ауғанстан билігін басқыншылардан азат еткен нағыз үкімет деп санайды талиптарды, екінші біреулер Ауғанстан билігін басып алған лаңкестер ретінде көреді. Әрбір азаматтың талиптерге байланысты көзқарасы әртүрлі. Бірақ соған қарамастан Ауғанстанның билігі қазір бұлардың қолында тұрған кезде олармен келіссөздер жүргізуге және олармен мүдделі тараптардың арасында қандай да бір байланыс болатыны түсінікті. Ең соңғы айтылатын дүние ол Ауғанстанда қазақтар мәселесі. Өздеріңіз білесіздер, Ауғанстан жерінде де қазақ халқы бар. Олардың саны көп емес, енді түрлі деректер айтылады. Жаңа айтып өткендей, нақты халық санағы жүрмегендіктен қанша қазақтың бар екені белгісіз. Деректер бойынша олардың саны 500-2000-ның арасында деп көрсетеді. Кейбір деректер Ауғанстанда 10 мың қазақ бар дейді. Бірақ нақты қазақтың саны ол жақта белгісіз. Дегенмен Ауғанстанда қазір уақытта этникалық мәселелерді ушығып тұр. Негізгі өзара қақтығыс жүргізуші 4 ірі этникалық топ бар. Олар пуштундар, қазіргі талиптер негізінен осы пуштундар құрайды. Екіншісі өзбектер,
тәжіктер және хазарлар. Міне осы 4 топ өзара этникалық қақтығысқа түсуде. Осындай этникалық қақтығыстардың арасында қазақтар да ілігіп кетпеу үшін тәліптермен мәжбүрлі түрде байланыс ұстауға мәжбүрміз. Себебі ол жақтағы қазақтың мәселесінде тәліп билігімен ерікті еріксіз негізде келіссөздер жүргізу арқылы реттеуге болады. Сондықтан Ауғанстан билігімен болып жатқан олардың лаңкестік ұйым екеніне қарамастан жүріп жатқан форумдарды осындай бір мемлекеттік мүдде тұрғысынан да алып қарастыруға болатын сияқты. Себебі Ауғанстан билігінде қандай саяси топ отырса да, дәл осы бір мәселелерді реттеу үшін ол билікпен қарым-қатынас ұстауға тура келеді.